Ыбырай Алтынсарин әңгімелер жинағы Жәнібек Батыр. Жәнібек Батыр бала күнінде ақыл білім үйрену үшін қаракерей соқырап іздегенді іздеп келген екен. Сәлем беріп кіріп келсе, қарттықтан екі жағын жібекпен таңып отырған кісі екен. Жәнібекті көріп, сен қай ұлсың деді. Қошқар ұлымын деді. Қошқардың адам есті бір ұлы бар деп еді, сол сен боларсың деді. Болармыз деді. Балам, не жұмысың бар? Бұл жақта не қып жүрсің деді. Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге қолын алып бір-екі ауыз ақыл білім алайын деп жүретім деді. Ел бастап жұрт алайын деген ұл екенсің, сөз бастап би болайын деген ұл екенсің. Алдыңа келсе әділдігіңді аяма, аймағың кетпес алдыңнан. Қол бастап жол алайын деген ұл екенсің, жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мың кісіге бір кісі олжа салатұғын, олжаңды аямасаң жолдасың қалмас жаныңнан. 126-ға келіп отырмын, жас күніңде қалың берде, қатын ал, жігіттің ханым болатын, қыздың ханым болатын уақыты сол. Қартайған соң өкінбе ұлым. Қару жисаң, мылтық жи, жаяу жүрсең, таяғың қарның ашса, тамағың деді. Мұнан шығып кіші жүзде 90-ға келіп отырған Тайған деген биге келді. Келсе бидің елі көш екен. Көш үстінде кез болып сәлем беріп ат үстінен көрісті. Мұнысын жақтырмай бұл би де сұрады. Жаным қай ұлсың? Қошқар ұлымын. Ұлым не қып жүрсің? Оған да айтты. Осы жақта бір қарт атамыз бар дегенге жолығып, қолын алып бір-екі ауыз ақыл сұрайын деп едім. Деді ол. Азуы 6 қарс арғынның Қошқар ұлы Жәнібек алшының бір алжыған шалын келемеш қылып кетейін деп едің деді. Жәнібек, мен сөз сұраймын деп келсем, көңілімді қайтарды ғой деп атының басын бұрып алып жүріп кетті. Анадай бара жатқанда би, әй Жәнібек деп шақырды. Жәнібек артына қарады. Сонда би, атыңның басын бұрма, солай тұр. Жүзім кішілігінен бір ауыз сөзбен көңіліңді қайтардым. Өгізді өрге салма, қанатың талар, жаманға жүзіңді салма, сағың сынар деді.